Баршаңызға сәлем. Бүгін қас пен кірпікті қалай тез өсіріп, қалыңдатуға болатын құпиялармен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қас бет жүздің сұлулығында ерекше рөл ойнайды. Себебі шашырай өскен қас беттің сұлулығын айшықтай қоймайды. Нәзік жандылардың сұлулыққа құмар келетінін ескерсек, осындай қастың иесі үнемі оны бояп, жан-жағындағы артық қастарын ретке келтіріп, бояу жағып жататыны да жасырын емес. Қасқа үнемі, ыждағатты күтім көрсететін болсаңыз, бір тегіс, қалың және өңіңізге айрықша сұлулық сыйлайтын түске енуі мүмкін. Күтім үшін айтарлықтай көп уақытта көп қаражат та шығындамайсыз. Тек қана күн сайын 15 минут уақытыңызды қас күтіміне арнасаңыз сізден асқан сұлу болмайды. Егер қалтаңызға артық шығын түспесін десеңіз, үй жағдайында да түрлі азық-түліктер, табиғи дәрілік шөптерді пайдалану тәсілдері арқылы әдемі қасқа жете аласыз. Сонымен сізде түрлі майлар, зәйтүн, бадам, шабдалы, кастыр, күнбағыс және ошаған майлары болса болғаны. Қасты күн сайын ерінбей тарап отыруды әдет етіңіз. Ол үшін сізге арнайы қас тараға немесе кірпік бояйтын туштан босаған қаттылау щетка керек болады. Егер мұндай щетка өзіңізден табылмаса, тіс щеткасы да жарайды. Әуелі қасты өсу тәртібіне қарама-қарсы бағытқа қарай тараңыз. Одан соң келесі бағытқа. Тарау арқылы қастағы артық түктер мен шаңнан арыласыз. Сонымен қатар қастағы қан айналымы да жақсарады. Осыдан келіп қасыңыздың өсуі де ретке келеді. Тарап болғаннан кейін арнайы бальзам жағып қойыңыз. Егер бальзам болмаса, оның орнын кастыр майы, ошаған майы немесе зәйтүн майының бірімен алмастыруға болады. Щеткаға бірнеше тамшы майды тамызып, немесе щетканы майға батырып қасыңызға жағыңыз. Болған соң, қағаз майлықпен қасыңыздың үстінен жеңіл басып, артық майларды сіңіріп алып тастайсыз. Қасты қалыңдату үшін 10 мг зәйтүн және 15 мг кастыр майын алыңыз. Екеуін жақсылап араластырып, дайын болған қоспаға қастың көлеміндей етіп кесіп алынған дәкені малып алыңыз. Бұл тампонды мұқият қастың үстіне қойыңыз. Қалғанын кейінде пайдалану үшін қараңғы, құрғақ жерде сақтаңыз. Ұзақ уақыт бойы құрамы өзгермейді, қорықпай таусылғанша қолдана беруіңізге болады. Пайдаланар алдында ыдысты шайқап алғаныңыз үшін. Қасқа массаж жасау. Уқалау пайдалы, өз нәтижесінде көп күттірмейді. Уқалау арқылы қасты өсіріп қана қоймай, шаршауды басатын, бас ауруынан айықтыратын, көздің қарауытуының алдын алатын қасиеттері бар екендігін жақсы білсеңіз керек. Егер қасыңыз төгіліп, сиреп бара жатқанын сезсеңіз, уайымдамаңыз. Сиреген қастың орнын тез арада толтыруға болады. Ол үшін сізге тек қана бадам майы қажет. Бадам майын қасыңыздың үстіне жағып, 10 минут күтіңіз. 10 минуттан соң жуып тастау қажет емес, тек қана таза дәкемен немесе қағаз майлықпен сүртіп алсаңыз жеткілікті. Кірпікті қатайту мен ұзартуға арналған халықтық тәсілдер көбіне арнайы майлардан тұрады. Егер маска дайындап жүруге уақытыңыз болмаса, немесе қымбат құралдарды сатып алғыңыз келмесе, мұқият жуылған туштың жаққышымен 2 күнде бір рет таза кірпіктеріңізге ошаған майын жағыңыз. Ошаған майы кірпіктеріңізді қалыңдатып, ұзартып, мамықта етеді. Майды ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. 1-1,5 сағат ұстасаңыз жеткілікті. Қыздар маскамен ұйықтап қалып, қателік жіберіп жатады. Мұндай жағдайда таңертең кірпіктеріңіз жабысып, көздеріңіз қызарып, ісіп кетеді. Бұдан да оңай тәсіл кастыр майынан жасалатын маска. Бұл кірпіктерді қатайтып, олардың түсуінің алдын алады және ұзаруына ықпал етеді. Алайда оны жаққаннан кейін 30-40 минуттан соң жуып тастау керектігін ұмытпаңыз. Маскалар ағзаға әрқалай әсер етуі мүмкін, сондықтан тұрақты түрде қолданатын масканы таңдамас бұрын бірнеше нұсқасын қарастырып көріңіз. Мұндай құралдар аллергия тудыруы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сол себепті масканы шынтақтың бүгілген жеріне жағып қойып, бірнеше сағат бақылауда ұстаңыз. Үй жағдайында жасалатын маскалар кірпіктерді ұзартуға арналған жалғыз амал емес. Еш қоспасыз қарапайым көк шайдың да пайдасы мол. Мақтаны соған сулап алып, 15-20 минутқа қабақтың үстіне қойып қою керек. Бұл кірпікті ұзартып қана қоймай, көздің шаршағандығын да басады. Маскалар тез әсер етіп, нәтижелі болсын десеңіз, қосымша массаж жасаңыз. 1 үлкен қасық зәйтүн майы, жарты шай қасық ақ желкен шырыны мен жарты шай қасық бальзамнан маска жасаңыз. Көзіңізді жұмып, кірпіктердің өсу сызығы бойымен бальзамды ақырындап жағыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар.